Міне алдарыңызда домбыраны бір күнде үйренудің әдісі. Қазір ішін ашып көрсететін болам, мән беріп қараңыздар. Міне домбыраны бір күнде үйренудің әдісі. Домбыраны сандар арқылы санап тауып үйренеміз. Яғни міне осы әдіс арқылы үйренеміз. Мұнда 2 сан беріледі, 5 пен 7 мысалы. Қағазда осылай жазылады. Үстіндегі 5 деген санды домбырада үстіңгі шектің пернелерінен іздейміз. Домбыра пернесі ең жоғарыдан бастап 1-ден бастап саналады. 5-ші пернені тапқаннан кейін сызықтың астында жазылған 7-ші пернені домбыраның астыңғы шегінің пернелерінен іздеп табамыз. Тек қана 2 санды іздеп табасыздар. Мынау қағыстың белгісі төмен қағыс, астындағы жоғары қағыс. Өте оңай әдіс. Осы әдіспен үйреніп алыңыздар домбыраны.